керексіз. Оған өкпелемейсің, қазір мен тыңдап отырған біз тобыр емеспіз деген. Сол тектілік жоқ. Әншілерді бағалау керек, әншілерді жақсы көріп, өйткені біз көрермендерімізді өте жақсы көріп. Егер өмірін дұрыс қойып, дұрыс өмір сүре берген әйел бақытты оның басында болады. Кейде күйзеліп, жалғыздықтан жалығып, жаныңызда ер азаматтың болмағанына Меруерт, осы жерден тоқтатайын ба? Мәке, Майра деп, таңертең ояндың ба жаным деп. Сен жоқ деп ойлайсың ба? Бар ма? Мен тұрмасам да бар шығар онда. Міне, осылай керек кісі кейбір адамдардың құпиясын ашып тастайды. Сізге керек кісі. Армысыздар достар, Адырна ұлттық порталының жобасы керек кісі. Бүгін бізде қонақта Парасат, құрмет ордендерінің егері. Біздің эстраданың анасы деген атақ алған керемет әншіміз қазақтың Майрасы Майра Ильясова. Майрапке қош келдіңіз, сізді құрметтейміз, жақсы көреміз. Мына жобаның аталуы керек кісі. Сол үшін сұрақ, ең бірінші сұрақ. Әдеттегідей біз қонақтарымызға қоятын сұрақтарымыздың бірі. Ол, сіз қалай ойлайсыз? Керек кісісіз бе? Әрине керекпін. Керексіз. Қазақ әндерін дәстүрлі әнмен шыққан, домбыраны жақсы көретін, жастарға қамқорлық көрсететін, сағындырған әндер сияқты, жан анам сияқты өте тамаша жобалары бар, әнші ретінде керекпін. Елге? Елге енді көп халықтан еститін ел сыншы ғой. Мысалы, әркім өзін-өзі мақтамайды, бірақ мен халықтан үнемі Инстаграмда болсын, WhatsAppта болсын жақсы сөз жазып атады. Ол енді жақсы кісі деп айтып жатады. Ол мынау Алла тағаланың разылығы үшін қайырымдылық жасау керек, садақа беру керек дейді, бірақ оны айтып айғайлаудың қажеті жоқ. Мен өзімнің жалпы Алланың берген бір жақсы мінезі бар. Мен өте қамқорлықты жақсы көремін, жаным ашығыш. Қарттар үйіне барғанда жылап шығатын кезім болады, балалар үйіне барғанда да ауру сәбилерді көрсем өте жүрегім ауырады. Сонша қатты бір алдыңғы қатардағы бай адам болмасам да қамқорлық танытам. Қандай көрерменім тоқтатып жатса, бетімнен сүйіп жатса, сұрақтар қойып жатса, мен тоқтап, амандасып, барлығына жауап беріп, сол кісілер танитын. Сондай бір өзімнің мінездерім бар, содан ба, жалпы әнші ретінде, адам ретінде, адами қасиеттеріңіз сондай қарапайымсыз деп атады. Соған қарағанда мен әрине керекпін халқыма. Майрапке, осы Жананам деген жобаны бастаған кезіңізде сіз сахнаға шықтыңыз. Және мен ешқашан естімеген мәліметті сол жерде аузыңыздан естідім. Анам 4 жасымда қайтыс болды дедіңіз. Осы кейбір анасыз өскен, жетім өскен, балалар үйінде өскен балалардың жүрегі қатайып кетіп атады. Мен өмірде сондай көп адамды кездестірдім. Анасыз жетім өсті ғой. Қазақта сөз бар ғой. Анасыз жетім, сорлы жетім дейді. Әкесіз жетім, жартылай жетім дейді. Сондай сөз бар. Ол енді анасыз бала тұл жетім, әкесіз бала жартылай жетім дейді. Дұрыс, сенің де айтып отырғаның дұрыс. Сол үшін енді осындай жаңа бойыңызда білмеймін бір еркелетіп, анаңыз осы күнге дейін тірі жүргендей бір сондай адамсыз негізі. Сырттан мен қатты таң қалдым. 4 жасымда анам қайтыс болды дегенде мен таң қалдым. Енді сонда осы мейірімділік, анаңызды көрмесеңіз де, 4 жастағы бала деген ол енді тіпті олай қарасаңыз есім білмейтін кез ғой. Анаңыздың аялы алақанын сезінбесеңіз бұлай қарағанда, осы мейірімділік жүрегіңізде қалай сақталып қалды? Жалпы қазақта мынандай мақал бар. Әйел алсаң, көріктін ал дейді. Көрмей алсаң, тектін ал дейді. Бұл қанда
тектілікпен, әлгі орысша ем дейді ғой, заложено дейді ғой, сондай беріле ме деп ойлаймын. Өйткені менің анам өзі 37 жасында қайтқан дүниеден. 37 жасына дейін 11 құрсақ көтерген, 13 жасында тұрмысқа шыққан, енді ертерек қой. Ол кезде қарамайды, береді, 13 жасында. 13 жаста отау иесі деген қазақтың сөзі бар. Сондан әкем бір мүшел үлкен екен, 13 жас, бірақ әкем менің анамды өте жақсы көріпті, өзі жақсы көріп алыпты. Екеуі аз ғана өмір сүрген, бірақ өкінішке орай ең тұңғыштары ұл болған, Махмұт деп қойыпты атын. Одан кейін ылғи қыз балалар дүниеге келе берген. Солардың барлығы кішкентай кездерінде, ол кезде медицина онша дамымаған, іші өтсе де бала өліп қала береді. Ашыған сүт ішіп қойса да ол жаңағы вирустардан сонда шетіней берген. Сонда біз қалғаны 4 қыз қалыппыз. Сол мен дүниеге келгеннен кейін менің артымнан аралары 1 жастан дүниеге келеді екен. Сонда менен кейін 2 сіңілім болған, бірақ анам қайтқанда біреу емшекте қалған, біреу 1 жастан аса. Солар қайтып кеткен екеуі. Содан мен үйдің кенжесі болып қалыппын, 4-ші болып. 3 әпкем бар. Ол Алладан беріледі, мінез, жалпы қайырымсыз ба. Сондықтан менің анам да, әкем де өте текті адамдар болған. Және соны мен жалпы біздің үлкен ұлы ата бабаларымызда да сондай қасиеттер болған. Майра апай, егер анаңыз тірі болып, сіз ешқандай енді шынын айтқанда қиындық, жетімдік көрмей өссеңіз, осы дәрежеге жетер ме едіңіз? Осы анаңыздың болмағандығы сізге бір алға ұмтылуға мотивация? Әрине, біз өте кішкентай кезімізде өте қиындық көп көріп, 7-ші сыныпта әкеміз қайтыс болып кетті. Мысалы, қазанға салып жіберсе, баяғыда неде ұстаздарымыздың біреу айтатын, сендер актер болып оқуға түстіңдер, әнші болып түстіңдер, қазанға, өнер деген қазанға салып жібереді дейді. Содан тырмысып, шетінен ұстап, арғарай шығып кеткен адам болады. Ал сол тырмыспай, онша күш қылмай, солар қазанның ішінде қалып қояды деп бір мұғалімнің айтқан есімде. Менің өмірім осы қазірге дейін десем артық емес, бірінші Алла, одан басқа менде сондай бір тіреп тұрған үлкен туыс ағаларым болған жоқ. Өзімнің еңбегіммен, біз 4 қызда еңбекқормыз, 4-еуміз де сондаймыз. Бірақ соның ішіндегі ең қиын жолды таңдаған, өнерді таңдаған мен болдым. Мен көп қиындық көрдім. Майра апай, атыңызды Майра деп жаңа әпкелеріңіздің аттарын айттыңыз, ешқандай әншіге қатысы жоқ. Неге нақты сіздің атыңызды солай қойды, сіз атақты әнші болдыңыз? Содан кейін қалай ойлайсыз? Адамның аты тағдырына із қалдыра ма? Әрине. Қазір мен бұрын жас кезімде атты ойланып қою керек. Аттың қойылғанына қарай тағдыры болады деп айтқанда онша түсінбейтінмін. Енді қазір ақыл тоқтатқаннан кейін соған көзім жетті. Негізі менің атымның өзі бір тарих. Менің атым Махира болған. Менің атымды Махира қояды. Ол Аршагүл Тойбаева деген журналист зерттеп мен туралы жазғанда, бұл айдың тасқа түскен сәулесі деген мағынаны береді екен, Махира деген. Негізі Әсия, Сәния, Хайырниса дегеннің бәрі Құраннан алынған ат. Мен соған қарағанда ойлаймын, менің анам намазхан адам болған, әкем ол кезде тиіп қашып оқиды екен. Анам сол жас кезінде намаз оқып, өлгенше 37 жасына дейін 5 уақыт намазын оқыған адам. Сол кісілер сол Құраннан алған Махира деп қойған. Содан менің тілім 4 жасқа, 5 жасқа, 6 жасқа мектепке барғанша ырға тілім келмеген екен. Атың кім десе, Майя дейді екен. Ана Махираға тілім келмейді. Майя деймін. Одан кейін уже бер таман 4 жасыма келгенде атың кім дегенде Майраға тілім келмейді, тағы да Майя. Кейіннен енді мынау Махираға тілі келмеді ғой, Майра деп кеткен екен. Содан тағдырымның қызық енді өзгергені, мен аяқ астынан Майра болып, 37 жылы
қоянды жәрмеңкесінде бүткіл балуан шолақ, естай, ақан біржан тағы да қоянды жәрмеңкесінде талай мықтылар өлең айтқан ғой. Енді мен шатысып та тұрған шығармын, бірақ мен білем қоянды жәрмеңкесінде балуан шолақ майралардың ортаға түсіп ән салғанын. Сонда сол менің Майра Уәлиқызы апамның тағдыры сол маған ауып, мен әнші. Және мен Майраның әні Майра деген немен шықтым. Менің, сонымен маған Света Есмұратова марқұм керемет режиссер апайымыз болған. Сол бір күні Нұрлан Өнербаев жүргізуші маған айтты: 4 рет, 5 рет Майра дейсің, басқа сөз айтпайсың. Түсінбеймін, қалай деймін. Атың кім деп айтады? Майра дейсің. Қазір қандай әнді айтасыз деймін. Майра деймін. Жоқ, мен сіздің әніңіздің атын сұрап тұрмын. Атыңыздың Майра екенін білем, әніңіздің аты десе Майра деймін. Сосын жақсы, жарайды, енді бұны кім орындайды дегенде, Майраның әні Майра, орындайтын Майра дейді. Сол кезде мені барлық менің көрермендерім жаңа шыққан әнші Майра дейтінде, мені көрсе бәрі Майраның әні Майра, орындайтын Майра деп. Сондай енді. Сондай бәтел болып кетті ғой. Сондай менде бір бренд болды. Бренд болды. Бренд болды. Жаңа ел деп қалдыңыз, ел мені жақсы көреді дедіңіз. Осы жақын арада карантин уақытында елдің неге екені белгісіз әншілерге деген күшейді ма, төмендеді ма? Төмендеді. Көзқарасы. Құрметі, көзқарасы өте төмендеді. Сол кезде сіз бір белгілі арнаға шығып әншілерге кішкене қолдау көрсетіп, біздің эстраданың анасы ретінде біраз сөздер айттыңыз. Ернар Айдар бауырымызға қатысты, тағы да осы лотерея ойнап жүрген қыздарға. Одан кейін мен көп оқып қалдым. Сізге де ел ауыз салып, біраз сізді сынады, бір пікірлер жазды. Енді осы керек кісі бағдарламасы арқылы кішкене елге де бір құлақтарын алтын сырға салып қойсам, кішкене кейде өзімізден жасы кіші бауырларымыз бір ауыр сөздер айтып жатады. Мен ойлаймын, біздің қазақтың менталитеті, біз үлкенді сыйлап өскен халықпыз. Сол үшін осы фолловерлар ұмытпаса екен, инстаграмда отырғандар: әй, бұл кісі менің анамдан да үлкен ғой, мен бұған албасы деп жазбайын, қатын деп жазбайын деп ұмытпаса екен соны. Осы пікірлерді қалай қабылдадыңыз? Ол жаңағы сен айтып жатсың ғой, жазбаса екен деп. Олар кімдері жазады? Мысалы, өткен жолы Абай атамыздың 4 жол өлеңін оқып, ең аяғында тобырлар мені түсінбеді дегенге келтіріп, Айгүл Иманбаева айтты ғой. Сол кезде отырған халықтардың бәрі тобыр деп сен халықты айтып отырсың ба, сен кімсің деген. Ал сол мен де айтар едім. Академик ағаларымыз, жазушы ағаларымыз, ғалымдар, үлкен шетелге барып бертін оқып, бүткіл дүниені білім алып келген, сол жерде отырған Фейсбукта, WhatsApp'та, Instagram'да ешқашан қыз бен жігіттер, ағаларымыз, апайларымыз, аталарымыз, әжелеріміз ондай нәрсе жазбайды. Мен білем кім жазады. Үйде әке-шешесі жұмыста, жұмыс істемей, шемішке шағып телевизор көріп, не білімі жоқ, не алған біліммен жұмыс істемейтін, түске дейін ұйықтайтын, кейбіреу арақ ішіп лағып жүретін, кәдімгі нағыз тобырға айналған сол уровендегі сол адамдар осындай жазады. Оған өкпелемесін, қазір мен тыңдап отырған, біз тобыр емеспіз деген. Сол тектілік жоқ, ауыздарына келгенін жазады. Біздің қандай қыздарымызға ауыздарына келгенін айтады. Мысалы, біздің қыздарымыздың, мен атын айтпай-ақ қояйын, жас кезінде үлкен тамаша азаматқа тұрмысқа шығып, тағдырдың кездестіруімен, қазір сәби туып беріп, сол өзінен 30 жас, 35 жас, 25 жас үлкен азаматпен тамаша өмір сүріп, керемет тату өмір сүріп атқан қыздарға қазір сондай: ей, сен бәленбай әйелін тастатып, сен ана үлкен, қалай олар құқықтары бар, оның өмірін білмейді. Ол бәленбай 30 жас кіші қыз шықса да ана азамат оны бақытты қылып отыр. Бізде ондай түсінбейді. Сондықтан және жаңағыдай сөз жазды ғой маған. Мен: ей, Майра, сен әншілерді немене қолдап отырсың?
ол әншілер лотереядан аферистер жеп жатыр ақшаны, тауып жатыр миллиондап, ауыздарынан кейін айтып жатқанда, сонда сол әншілер қандай қиындықпен, қандай өлермендікпен таңнан кешке дейін жүріп, әндерін жазып, көйлектерін тіккізіп, қазір сен әдемі көйлек киіп отырсың, ертең бір хабарға сен басқа көйлек киесің. Одан кейін сен туфлиіңді де ауыстыруың мүмкін, сен шашыңды де бәрі, ол деген бәрін жинағанда керемет ақша. Оның бірін ойламайды. Сонда мен айттым, әншілерде шығын көп. Мысалы, мен өзімді айтайын, бір көйлегіміз ең арзан дегенде $1000-ға, кейде одан да асады, кейде одан арзанға түседі дегенде, сол $1000-ды біз ақшасыз отырғанда, біз карантинде отырғанда, немен айтып отырсың, өзің деп бір енді сондай сөздер айтылды. Бірақ соның ішінен бір қараңғыдағы жарық сәуле ұқсап, бір адамдар жазады ғой. Майра апайға қалай ұялмай айтып отырсың? Сен Майра апайды білесің бе? Сен Майра апай қандай қайырымдылық жасайды? Сен білесің бе, Майра апай ауруларға көмектеседі? Сен білесің бе, Майра апай кішкентай сәбилерді жанды дауыспен 4 жастан бастап мектеп ашып үйретіп жатыр? Сен білесің бе, Майра апай қазір бүткіл облыстағы жас әншілерді сүйрелеп шығарып жүр? Сондай сөздерді мен естігенде, мен үшін жаңағыдай түкке тұрмайтын, қазір айтылып, қазір ұмытылатын нәрсе менің жүйкеме ол әсер етпейді. Бірақ кейде айтам, баяғыда әлгі қайран қазағым деп күңгіренген Абай ата, ол кісі өзінің замандан өте ерте туған адам ғой. Сол кездегіні көрем де мен. Хакім атамыз қандай дұрыс айтқан деп. Сондықтан сондай ойсыз сөйлемейтін, өзінің де шамасы деңгейі өте төмен адамдардың ондай жазғанына мен. Ал деңгейі жоғары адам ешқашан әнші болсын, ол дәрігер болсын, ол жазушы болсын. Енді мен осы жерде айта кетейін, әншілер түсірген дегенде, мен осы кісіні бәр жерде айтам, Серік Біләл деген Қытайдан келген қазақ, жақында Қазақстанға. Біләш, айтпақшы, Біләш Серік. Сол кісі машинаны айдап келе жатып, бір сондай жаман әңгімелер айтып жатыр. Бірақ біреу маған айтты, мен сол кісіні анықтап тыңдап едім, аузы ана айтып жатқан сөзге сәйкес келмейді екен деді. Мен таң қалғаным. Сосын мен де қарадым. Енді ойлап қоям. Мен сол Серік Біләш деп бірнеше рет айттым. Мүмкін ол сондай айтпаған шығар. Біреу текст жазып, соның аузына қойып қойған сияқты болып көрінді маған. Егер олай болса, Серік Біләш бір күні айтар. Оны мен айтқан жоқпын, мен машина айдап келіп. Или мойындар. Мен айтып едім сол сөзді деп. Өз ұяты өзінде. Ол кісінің қай сөзімен айтқан сөзі, барлық сөзімен келіспеймін. Әнші күйшілер қаптап кетті. Миғұлалар дейді. Миғұла деген сөз, бастарында ми жоқ ақмақтар әншілер. Қазір қаптаған әншілер дейді. Сонда кім ұшқыш болады, кім дәрігер болады, кім жазу жазады. Бұлардың бәрі әнші болып кетті ғой дейді. Жаным-ау, саусағымен санаса, бізде саусаққа пен ғана санайтын әншілер бар. Біз жалпы өзіміз онша көп халық емеспіз. Соның ішінде бір шыққандар бар. Сосын миллиондап тауып жатыр дейді. Бізде 5-6 миллион табатын әнші бар. 5-6 тау. 18 миллионға толдық деді ме? Жақында 19 миллионға жеттік. 19 миллионның ішінен жас әншілерді мен санап берейін. Миллиондап тауып жүрген. Қайрат, Төреғали, Нұрболат, Ерке Есмахан, Қуандық Рахым, Ерке Есмахан. Болды. Мен жас әншілерден айтып отырған Димашжан. Димашжан енді ол бөлек әнші ғой, ол бөлек әңгіме. Сонда 5-6 әнші миллион тауып жағдайын жөндеп жатса, айналайын қалайық. Мысалы, мен қазір мақтап айтам, Қайраттың қайрат болғаны Гүлзира анасының арқасы. Сосын кімді айтуға болады, мысалы? Төреғалидің керемет әнші болғаны әкесінің арқасы, мамасы үйде жағдайын жасап отыр. Өкінішке орай Қуандық Рахымды домбырамен айтатын әнші ретінде менің күміс көме жезтаңдай деген конкурсымның жүлдегері, бас жүлдегері қалтасына 1 миллионды біз салып бергенбіз, Нұрболат Абдуллин екеуі. Екеуі өздерінің еңбектерімен шықтау деп ойлаймын. Өйткені ол кісілердің ата-аналарын былай көрген емеспіз. Сосын Ерке Есмахан Баянның қолына түсті. Баяннан шыққан қыздардың бәрі Баян Есентаева, қазір Баян Алагөзова, менің өте жақсы көріп құрметтейтін сіңілім. Сіңілісі вокалдан сабақ беретін, вокалдың
өте биік шыңына көтеретін әншілерді бағым мен өте жақсы сыйлаймын. Мықты қазақ ондай қыздар көп болсын. Солардың қолынан шыққан қыздар Айдана Меденова, Ерке Есмахан, Камшат Жолдыбаева, Жанар Дугалова, оның бер жағындағы тіпті Бертін Балжан, кім еді тағы анау томпақ қыздар? Гүлнардың қызы кім еді? Ол томпақ қыздарды енді бүгін түгендемей. Солардың барлығы қазір аяқтарынан нық тұрған, жақсы ақша табатын қыздарға айналды ғой. Солардан біз нені көреміз? Енді керек болса Бибігүл апай мен Роза Рымбаеваны апарып тастайды ғой. Ол дұрыс емес. Қазақтың маңдайынан біткен бірдегі Бибігүл апай туралы. Кейде Бибігүл апай сын айтып айтса, Бибігүл апай да бір жаман ғайбат сөздерді айтып атады. Меніңше әншілерді бағалау керек, әншілерді жақсы көріп, өйткені біз көрермендерімізді өте жақсы көреміз. Біз көрермендерімізді құрметтейміз. Біз көрермендерімізге басымыз жерге жеткенше иіліп, сәлем беріп, иіліп кетеміз. Рахмет, қол соққан сайын басымыз иеміз. Одан артық қандай құрмет керек. Ал енді тауып жүрген 5-6 мың теңге, егер өздеріңде жоқ болса, оны көре алмай, оларға жаман сөз айтуым керек жоқ. Біз кейде сол ақшамызбен бөлісеміз. Қалай бөлісеміз? Біз садақа береміз. Біз спонсор боламыз. Әндерін жазып береміз, әндер сатып алып береміз, керек болса көйлектерін тіккізіп береміз, ауылымызға көмектесеміз. Енді мен білмеймін, сондықтан осындай әңгімені негізі доғару керек, оның ішінде шегіртке де бар. Біздің әңгімеміз өте керемет өтіп жатыр. Жаңағы айтады ғой, өзіміз қалып шай ішеміз дейді ғой қазақта. Сол сияқты өзіміз ғана отырып әңгімелесіп жатырмыз. Көп рахмет. Мен енді осы қыздардың көп қоятын сұрақтарының бірі, кейде енді адамдар кейде адамдар жаңағы қыздар айтып жатады ғой, жалғыздық өзіме ұнайды, мен жалғыздықтан жалықпаймын деген сияқты. Мен білем, сіз Астанада өзіңіз жалғыз тұрасыз. Тоғжан Атырауда. Енді ол кісі Тоғжанның өзінің отбасы бар. Кейде күйзеліп, жалғыздықтан жалығып, жаныңызда ер азаматтың болмағанына Меруерт, осы жерден тоқтатайын ба? Мен жалғыз емеспін. Құдайға шүкір, менің 4 немерем тұрғанда, менің 2 үлкен әпкем, жаңағы анам болған әпкем бар, өзіммен тете әпкем бірге көшіп келді. Қазақ айтады ғой, бірдеме шаптырым жерде тұрады. Оның 3-4 немересі, оның Алла берген 13 немересі бар. Сосын біз күнде бұлай бірімізге біріміз келіп сөйтіп атамыз. Ер азаматқа жетпейді ғой, ер азаматтың ықыласына. Жоқ, біреу ойлауы мүмкін. Мәке, Майра деп, таңертең ояндың ба жаным деп. Сен жоқ деп ойлайсың ба? Бар ма? Мен тұрмасам да бар шығар оны. Міне, осылай керек кісі кейбір адамдардың құпиясын ашып тастайды. Майрапке керек кісінің ең соңғы бір сұрағы бар. Бір-ақ адамды айтасыз. Бір-ақ адам. Сізге керек кісі кім? Тоғжаным, менің бір тал қызым, 10 ұлға тұратын қызым тұрғанда, ол немерелерім жанымда, ол менің алтында ерлашым дейм, ерлан күйеу балам, ол менің құдаларым, ол менің алтындай немерелерім мен менің немерем ойнайтын 2 әпкем, Қайниса мен Әсия, ол менің туыстарым, ол менің әпкемнің балалары. Сондықтан Тоғжаным тұрғанда менің 4 құбылам тең. Қадірлі көрермен, сіздер керек кісі деген Адырна ұлттық порталының жобасын көріп отырсыздар. Мен бүгін осы өзімнің қатты жақсы көретін, сыйлайтын, баяғыда бір қиын қыстау кезеңде үй алуға $100 жетпей тұрғанда кімге хабарласып, 97 жылы кімнен ақша алам деген кезде осы ақшаны Майра әпкем беріп еді. Содан бастап Құдайға шүкір, $100 деген мен үшін ол кезде өте шынында да жаңағы тіпті ойланбадым да кімнен сұрайым деп осы кісіге хабарластым. Содан бері қазір менің анамның айтатын сөзі, менің қызымның хоббиі үй алу дейді. Жаным ау. Майра әпке, осы сіздің сол берген $100-ыңыздан кейін құт болды. Мен
шын жүрегіммен беріп едім. Мен біздің мемлекетіміздің әр қаласында үйім бар деп айтсам өтірік емес. Сол үшін сізге рахметімді айтып, бүгін сізге осындай әдемі орамалды жаппақшымын. Жақында ғана менің анамның тойы өтті, 75 жасы. Құдайға шүкір, анамның жасын, анамның жолын берсін деп, жаңағы ашаршылықта жеген құйқаның дәмі ауыздан кетпейді дейді. Ауыздан кетпейді дейді. Менің аузымнан ешқашан ол дәм кетпейді. Өйткені қатты қиналып, үй алуға $100 жетпей тұрғанда Майра әпкем жоқ демей, мен ол кезде танымал емеспін, жас әншімін, жоқ демей, бетімді қақпай, Майра әпкем маған міне деп ұстатай салып еді. Және не істедім? Шай бердім. Екеуміз әңгіме соғып шай іштік. Ол кезде біз күйеуіміз екеуміз жұмыртқа сатып алсақ қуанатын кезең еді. Майра әпкенің үйіне барсам, дастарханы толып тұр екен. Міне, осындай өзіңіз сияқты жұмсақ, жібек орамалды ойыңызға жабуға рұқсат етіңіз. Енді сізге көп рахмет айтамыз. Шынында да бұлай осы бағдарламаның алдында өміріңізді әбден зерттеп, ойланып көрдім. Шынында да сіздің өміріңіз 2-3 кітапқа сиятындай адамсыз. Ешқандай өмірдің қиындықтарына тозбай, шаршамай, шалдықпай, берілмей. Ең бастысы, сіз жүрегіңіздегі мейірімді жоғалтпай, бүгінгі күнге дейін әр қазағым жалғызым деп, мына Әлібиге де қатысты. Мен қатты қайран қалдым. Басымды иемін сіздің алдыңызда. Қазақтың әр қызы, әр келіншегі сіздей болуға тырыссын. Майра әпке, аман сау болыңыз. Рахмет. Ал сіздер, достар, Адырна ұлттық порталының арнасына, YouTube арнасына жазылуды және де қоңырауды соғуды, басуды ұмытпаңыздар. Міне, бірінші басып қоңырауға шығып мен болатын болдым. Мен әлі жазылмаппын ғой, енді жазылам. Подписаться дегенге чүк деп басып қалу керек, дұрыс па?